Биыл Ақтау мен Қарағандыда қоқыс өңдейтін зауыттардың құрылысын бастау жоспарланып отыр. Бұл жайында Қоршаған орта және су ресурстары министрі Нұрлан Қапаров айтты. Ал Алматыда осы сынды кәсіпорын салу ісіне Еуропалық қайта құру және даму банкі қаржы бөлуге дайын. Жалпы еліміздің 9 қаласында қоқыс өңдейтін зауыттар бой көтермек. Қазіргі таңда олардың техникалық, экономикалық негіздемесі әзірленуде. Министрдің айтуынша, Қазақстандағы полигондардың 97% санитарлық талаптарға сәйкес келмейді, сондықтан олар жабылатын болады. Бүгін үкімет отырысында тұрмыстық қатты қалдықтарды басқару жүйесін модернизациялаудың бағдарламасын мақұлдады. Егер контейнерлер бөлек, қоқыс таситын көліктер бөлек сатып алынып, зауыттар жеке салынып, тарифтер өздігінен белгіленсе, ешқашан нәтиже болмайды. Бүкіл нормативті құқықтық база сатылас ықпалдасу жүйесіне бағынуы тиіс. Сол кезде алға жылжу болады, әйтпесе бәрі бекер. Министрліктің мәліметі бойынша жыл сайын 500 000 тонна қағаз бен пластмасс, 300 000 тонна шыны мен 200 000 тонна металл қоқысқа тасталады. Бағдарламаға сәйкес ірі қалаларда кешенді басқару жүйесі енгізіледі. Нақты айтсақ, қоқыс шығаратын компаниялар, зауыттар мен полигондардың барлығы бір қолға тапсырылады. Бағдарлама Қазақстандағы 41 қалада сол тұрмыстық қалдықтар системаларының енгізуін қарайды. 127 миллиард теңге ақша керек болады. Соның 60% ол жеке компания инвесторлардың ақшасы, 40% ол бюджеттің ақшасы.